Қайырлы күн. Бүгін біз математика пәнінен 33-ші сабақты қарастырамыз. Өткенді қайталау және қорытындылау кезінде алған білімдерімізді қолданатын боламыз. Бірінші есепке назар аударайық. Жиындары берілген. А жиын және В жиыны. А және В жиындарының бірігуін тап, диаграммамен бейнеле. Яғни А жиыны В жиынымен бірігеді. Олардың элементтері 0, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 18 және 19. А және В жиынына ортақ элементтер 0 және 12 сандар. Келесі екінші есепке назар аударайық. Есептерді шығар. Егер массаның жылдамдығы секундына 4 метр болса, 19 секундта қанша арақашықтықты ұшып өтеді? Яғни бұл жерде массаның жылдамдығы белгілі. 4 метр секунд, уақыты 19 секунд. Арақашықтықты табамыз. Арақашықтықты табу үшін жылдамдықты уақытқа көбейтеміз. Яғни 4 метр секундты 19 секундқа көбейтеміз. Сонда 76 метр болады. Яғни масса 19 секундта 76 метр арақашықтықты ұшып өтеді. Келесі осы есептің әсіне назар аударайық. Қарға секундына 10 метр жылдамдықпен 150 метр жерді ұшып өтті. Ол осы арақашықтықты қанша уақытта ұшып өтті? Бұл жерде қарғаның ұшу жылдамдығы белгілі 10 метр секунд, ал қарға 150 метр жерді ұшып өткен екен. Бұл арақашықтық. Уақыт белгісіз. Уақытты табу үшін арақашықтықты жылдамдыққа бөлеміз. Яғни 150 метрді 10 метр секундқа бөлеміз. Сонда 15 секунд болады. Яғни қарға 150 метр жерді 15 секундта ұшып өтеді екен. Келесі осы есептің бізіне назар аударайық. Теплоход 6 сағатта 180 км жүрді. Теплоход қандай жылдамдықпен жүрді? Бұл жерде теплоходтың жүріп өткен уақыты белгілі 6 сағат. Және арақашықтық белгілі 180 км. Жылдамдық белгісіз. Жылдамдықты табу үшін арақашықтықты уақытқа бөлеміз. Яғни 180 км-ді 6 сағатқа бөлеміз. Сонда 30 км сағат. Яғни теплоход 30 км сағат жылдамдықпен жүрген екен. Келесі үшінші есепке назар аударайық. Амалдар бойынша жазып, және амалдардың мәнін есептеп табамыз. Келесі төртінші есепке назар аударайық. Есептерді шығар. Жаяу жүргінші 5 км сағат жылдамдықпен жүрді. 2 сағатта ол қанша километр жол жүреді? Яғни бұл жерде жаяу жүргіншінің жылдамдығы белгілі 5 км сағат. Уақыт белгілі 2 сағат. Қашықтықты табу керек. Арақашықтықты табу үшін жылдамдықты уақытқа көбейтеміз. Яғни 5 км сағатты 2 сағатқа көбейтеміз. Сонда 10 км болады. Яғни жаяу жүргінші 2 сағатта 10 км жол жүреді. Келесі осы есептің әсіне назар аударайық. Велосипедші 15 км сағат жылдамдықпен жүрді. 5 сағат ішінде ол қанша жол жүреді? Яғни бұл жерде велосипедшінің жылдамдығы белгілі 15 км сағат. Уақыт белгілі 5 сағат. Велосипедшінің қанша жол жүргенін табамыз. Яғни арақашықтықты табамыз. Арақашықтықты табу үшін жылдамдықты уақытқа көбейтеміз. 15 км сағатта 5 сағатқа көбейтеміз. 75 км болады. Яғни велосипедші 5 сағат ішінде 75 км жол жүреді. Келесі осы есептің бізіне назар аударайық. Егер спортшы 200 метр минут жылдамдықпен 5 минут жүгіретін болса, ол қанша метрді жүгіріп өтеді? Бұл жерде спортшының жылдамдығы белгілі 200 метр минут. Уақыт белгілі 5 минут. Спортшының жүріп өткен жолын табуымыз керек. Яғни қашықтық белгісіз. Қашықтықты табу үшін жылдамдықты уақытқа көбейтеміз. 200 метр минутты 5 минутқа көбейтеміз, сонда 1000 метр болады. Яғни спортшы 5 минут жүгіретін болса,
онда ол 1000 метрді жүгіріп өтеді екен. Келесі осы есептің высына назар аударайық. Жаяу жүргіншінің жылдамдығы 5 км сағат. Бұл велосипедшінің жылдамдығынан 3 есе кем. Велосипедшінің жылдамдығын тап. Яғни велосипедшінің жылдамдығын табу үшін 5 км сағатты 3-ке көбейтеміз. Сонда 15 км сағат болады. Яғни велосипедшінің жылдамдығы 15 км сағат екен. Келесі 5-ші есепке назар аударайық. Спортшылар және футболшылар, біздің сыныптың оқушылары және біздің сыныптың ұлдары жиындарының қатынасын ейлер дөңгелегімен бейнеле. Яғни А жиыны спортшылар жиыны, В жиыны футболшылар жиыны. В жиыны А жиынына тиісті, немесе А жиынының ішкі жиыны болып табылады. А жиыны біздің сыныптың оқушылары, В жиыны біздің сыныптың ұлдары. Яғни В жиыны А жиынының ішкі жиыны болып табылады, немесе А жиынына тиісті. Келесі 6-шы есепке назар аударайық. Тапсырманы орында. Диаграммада төртбұрыштар жиыны мен қара фигуралар жиынын бейнеле. Яғни бірінші жиын төртбұрыштар жиыны, екінші жиын қара фигуралар жиыны. Төртбұрыштар жиынының элементтері тіктөртбұрыш шаршы және қара түсті тіктөртбұрыш және қара түсті шаршы. Қара фигуралар жиынының элементтері қара түсті үшбұрыш, қара түсті дөңгелек және қара түсті тіктөртбұрыш, қара түсті шаршы. Екі тіктөртбұрыштар және қара фигуралар жиынына ортақ элемент қара түсті тіктөртбұрыш және қара түсті шаршы екен. Келесі 7-ші тапсырмаға назар аударайық. Балалар сөз құрастырып ойнап отыр. Әріптер жиынының ішкі жиынын құрайтын 5 сөзді құрастыруға көмектес. Яғни құлыншақ деген әріптер жиынының ішкі жиынын құрайтын В жиыны құлын, С жиыны ұл, Д жиыны шақ, К жиыны ақ, О жиыны құлақ. Яғни В жиыны А жиынының ішкі жиыны болып табылады, немесе А жиынына тиісті. Яғни С жиыны А жиынының ішкі жиыны болып табылады, немесе А жиынына тиісті болады. Д жиыны А жиынының ішкі жиыны болып табылады, немесе А жиынына тиісті болады. К жиыны А жиынының ішкі жиыны болып табылады, немесе А жиынына тиісті. О жиыны А жиынының ішкі жиыны болып табылады, немесе А жиынына тиісті болады. Келесі 8-ші есепке назар аударайық. Есепті шығар. Әлия алма жинап алып, оларды санай бастады. Ол 3-тен және 4-тен санаған кезде бір алма артық қалды. 5-тен санағанда бірде-бір алма артық қалған жоқ. Егер алманың саны мүмкін болатын санның ең кішісі болса, Әлия неше алма жинаған? Яғни Әлия 25 алма жинаған. Себебі 5-5-тен санағанда ешқандай алма қалмайды. Ал егер 25 алманы 3-тен санағанда 8 рет алады, бір алма артық қалады. Және 25 алманы 4-тен санағанда 6 рет алады, бір алма артық қалып қояды. Келесі 9-ші есепке назар аударайық. Есептерді шығар. Мектептен үйге дейінгі арақашықтық 900 метр. Әлияға осы арақашықтықты 60 метр минут жылдамдықпен жүріп өту үшін қанша уақыт қажет? Яғни Әлияның жүріп өткен арақашықтығы белгілі 900 метр. Әлияның жылдамдығы белгілі 60 метр минут. Уақытты табу керек. Уақытты табу үшін арақашықтықты жылдамдыққа бөлеміз. Яғни 900 метрді 60 метр минутқа бөлеміз, 15 минут болады. Яғни Әлияға 60 метр минут жылдамдықпен жүріп өту үшін 15 минут уақыт қажет екен. Келесі осы есептің әсіне назар аударайық. Бала 20 метр арақашықтықты 10 секундта жүгіріп өтті. Ол қандай жылдамдықпен жүгірген? Яғни баланың жүріп өткен арақашықтығы белгілі 20 метр,
уақыты белгілі 10 секунд. Баланың жүрген жылдамдығын табуымыз керек. Жылдамдықты табу үшін қашықтықты уақытқа бөлеміз. Яғни 20 метрді 10 секундқа бөлеміз. Сонда 2 метр секунд. Бала 2 метр секунд жылдамдықпен жүрген екен. Келесі осы есептің басына назар аударайық. Қарға 10 секундта 100 метр арақашықтықты ұшып өтеді. Ол қандай жылдамдықпен ұшады? Яғни бұл жерде қарғаның ұшып өткен уақыты белгілі 10 секунд. Және арақашықтық белгілі 100 метр. Жылдамдық белгісіз. Жылдамдықты табу үшін арақашықтықты уақытқа бөлеміз. Яғни 100 метрді 10 секундқа бөлеміз. 10 метр секунд болады. Қарға 10 метр секунд жылдамдықпен ұшады екен. Достар, осы каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Сонда келесі сабақтың есептері жауаптарымен сіздерге көрініп тұратын болады.